Ақтөбе маңында жан түршігерлік жол апаты болды. Оқушылар мінген Toyota Естема көлігі жолдан шығып кеткен. Тізгінде жасөспірімдер спорт мектебі директорының 32 жастағы орынбасары болған. Апаттан балалардың бірі оқиға орнында жан тапсырды. Тағы 8-і балалар ауруханасына жеткізілді. Оның 5-еуінің жағдайы ауыр. Қазіргі таңда сол 5 баланың ішінде реанимацияда жатқан, 3-і өз есіне келді. Операция жасалды, 2-і қазір ИВЛ-да жатыр. Жасанды өкпе желдеткішке. Бірақ положительный динамика бар, неврологическая. Бірақ біздер оларды жаңа медикаментозный сонымен бір 4-5 күнде біз ұстаймыз. Өткені мына бас ми жарақатына покой керек, тыныштық. Қалған 3 бала бұлар жалпы хирургия бөлімінде жатыр. Жағдайлары жақсы. Сондай-ақ 32 жастағы жаттықтырушының да жағдайын дәрігерлер ауыр деп бағалайды. Әлі есін жимаған, ал көлік жүргізушісі уақытша ұстау изоляторына қамалды. Полицейлердің болжамынша ол рөлде ұйықтап кеткен. Дегенмен жол апаты аймақтың білім және спорт саласындағы біраз былығын ашып берді. Оқушылар білім алатын мектепте де, балаларды жаттықтыратын спорт мектебінде де автобус жоқ. Мұндай жарыстарға қазынадан ақша бөлінуі тиіс еді, бірақ бұл жолы бөлінбеген. Питание 2 МРП. Тамақтануға 2 айлық есептік көрсеткіш, жататын орын 5 мыңнан қаражат қарастырылу керек болған. Бірақ біз ата-аналардан да жинамадық. Автобус жоқ, сондықтан бұл мәселені біз білім бөлімімен өзара шешкен болатынбыз. Дегенмен ата-аналар жарыстарға үнемі ақша жинайтындарын алға тартты. Тек осы жол ғана жаттықтырушы апарған еді дейді. 16 күн шығатын балдар 17 күн шығып тұр мысалы. Таң атпай 7-де. 140 пен келатыр дейді балдар, шошынған дейді, мысалы, ояу балдар айтып жатыр дейді. Жоқ, ешкім білген жоқпыз. Балдарға уже 9-дан кеше звондасақ, ешкім телефон алмайды. Уже ол кезде случай болып қойған уже. Біз сағат 12:30-да естіп тұр. Жоқ, өз қалтамыздан төлейміз, жататын жері бәрі өзімізден болып жүр. Айта кетейік, балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің директоры да немқұрайлығы үшін тергеуге алынды. Жағдай жергілікті биліктің жіті бақылауында. Перекрываем улицу 38, потому что ребенка сбили сегодня на пешеходе. Не видят, водители не видят, освещения нет, улица 38. Просим во все посты, во все соцсети, пожалуйста, скажите, у нас сбивают детей. Мы хотим, чтобы наши дети возвращались домой. Дайте освещение улицы. Мы хотим, чтобы наши дети возвращались целыми домой. Включите освещение. У нас тут школы. Мы просим, чтобы было освещение на улице 38. Вся улица не горит. Выходит, вот его надо тоже на это видео снять. Снимайте на видео.